Үлкен кәсіпкер, бизнесмен, тірліктері де көп. Бізді күтіп алатын уақыты жоқ. Ол бала анасын күтіп ала алмайтындай, соншалықты өзі не жұмыс істейді? Ай, осы қаладағы бір банкты басқарады-ау дейм. Солайды. Аты кім балаңның? Талғат. Сол баламның тойына анау жоғары жақтан үлкен бастығы келеді екен. Жақында қызметі көтеріледі дейді. Солардан ұят болмасын деп, бізде бір киерімізді үстімізге іліп алып келе жатырмыз. Ал өзің не шаруамен айналысасың? Сені бір университеттің білдей бір басшысы деп естіп едім. Ол жақтан кеткелі қашан? Зейнеткермін. Майда шүйді шаруамен айналысам. Міне, мұнай ғой дейім. Осы жерден тоқтатсаң болады. Әй балам, тоқтатсы жібер. Ал, жақсы, рахмет. Апа, осы үй ма? Иә, осы. Аман заттарына. Сәлемет. Амансың ба, шырағым? Ай, не бар екен? О, құрт қаны? Жеме, тиме. Қолдан жасалған құрт. Таза емес, микроб шығады. Барыңдар анда. Осы сен менің анам келсе болды. Кірпіде жерлі қалатын не? Сенің анаң келгенде құшақ жайға салып, қайтарында самолетқа шығарып салып, шапқалаймыз да жүреміз ғой. Адамға тойдың керегіне. Мама, сіз бармасаңыз қалай болар екен тойға? Мама дұрыс айтады. Енді жолдан шаршап келді ғой. Дем алсын. Оның үстіне кешкі тойда. Абыр-сабыр болып жатып, кімді кім күтеді? Одан да немереңізбен бірге теледидар көріп, үйде дем алыңыз. Әше, олар бізді неге тастап кетті? Біз онда шуламай, тыныш отыратын едік қой. Кем бізде жап-жаңа. Тойға барсақ, қызық болатын еді ғой. Ақылыңнан айналайын. Кейін сен үлкен, ақылды жігіт боласың. Жақсы ел аласың. Сонда аман болсақ екеуміз тойдың ең төрінде отыратын боламыз. Талғат, бастығың келді. Ұстамынан. Жігіттер, шеф. Талғаттың бастығы ғой. Саламатсыз баға. Саламатсыз ба? Сәлематсыз. Біздің анамыз танысып қойыңыз. Ой, бәрекелді. Сәлематсыз. Әмина көрінбейді ғой. Қайда өзі? Мамаша ауырып қалған екен, мазасы болмай. Ауылдан келе алмай қалды. Сіз біздің мамамызбен танысып едіңіз? Әминаға емес. Талғаттың марқұм әкесі Әбекеңді де жақсы танимын. Иә. Талғат, бұл қалай болғаны? Мана онымен кездескенде сенің тойыңа барам деп көйлек сатып алғаны қайда? Маған осы тойда кездесеміз деген. Оның өздігінен келмей қалуы мүмкін емес. Талғат, сен осындай жағдайға қалай жеттің білесің бе? Сен оқытам деп күндіз бір мекеменің, кешке басқа бір мектептің еденін жуатын. Бүкіл ғұмырын саған арнаған жоқ па? Өте сұлу келіншек еді. Жастай жесір қалды. Өгей әкеге жаудың табасын деп өмір бақи тұрмысқа да шыққан жоқ. Сен осының бәрін біле тұра, оны үйге тастап кетесің. Анаңды сен сыйламасаң, басқалар қайтсын. Мінеки, мынау сенің той анаң. Аға, тоқтай тұршы. Ата-ананың қадіріне жетпеген баладан не күтуге болады? Жұмақтың кілті аналардың аяғының астында екенін есіңнен шығарма.
Я Алла, ұлымның басқан қадамынан жаңылдырма. Өзінен басқа ешкімге табындырма. Берген бақытың мен несібеңнен арылдырма. Я Алла, менің ұлымның біліп білмей істеген күнәләрін кешіріп, денін сау, өмірін ұзақ ете көр. Немерелерімнің жүрегіне иман ұялатып бақытты ет, жаратқан ием. Әумин.